Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ғалия Нұрали. Бүгін сіздермен өте кереметтей жұмсақ медовик тортын пісіретін боламыз. Ең алдымен сары майымызды, қантымызды, балымызды баяу отта ақырындап ерітіп аламыз. Барлығы толықтай еріп болғаннан кейін үстіне бір ас қасық ас содасын салып араластырамыз. Жұмыртқаны жақсылап шайқап араластырып үстіне құямыз. 30 секунд көлемінде тез тоқтамай араластырып, оттан алып, қамыр илеуге кірісеміз. Бізде жұмсақ, жаюға өте ыңғайлы, қолымызға қатты жабыспайтын қамыр шықты. Енді осы қамырды мен 9 бөлікке бөлдім. Пергамент қағазыма алдын ала 24 сантиметрлік қақпақпен дөңгелек сызып алдым. Енді осы сызылған дөңгелектің үстіне әр бөлікті жұқалап жайып шығасыздар. Қамырдың артық жерлерін осылай бірден кесіп тастауға болады, немесе пісіп болғаннан кейін суымай тұрып ыстық күйінде кесіп аласыздар. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште әрбір коржды 4-5 минут пісіріп аламыз. Осылай барлық 9 коржды пісіріп аламыз. Артық шеттерін ыстық күйінде бірден кесіп алып тастаймыз. Дайын болған корждарды қатып қалмас үшін міндетті түрде матаға орап қоямыз. Енді тортымызға арналған кремді жасауға кірісеміз. Сүтімізді орташа отқа қоямыз. Қатты ысытамыз, бірақ қайнатпаймыз. Жұмыртқа, қант және крахмалды қосып, жақсылап араластырып, ысып тұрған сүтіміздің жартысын құямыз. Енді осы массаны қазанымызға қайтадан құйып, оттың астын баяулатып, қоюланғанша араластырамыз. Кремімізді міндетті түрде тоқтамай араластырып тұрған дұрыс. Сол кезде кремдеріңіз біркелкі, іртіксіз болады. Крем қоюлана бастаған кезде бөлме температурасындағы сары майды қосып, 1 минуттай қайнатып, оттан алып, басқа ыдысқа құямыз. Міне қайнатпалы креміміз дайын болды. Енді оның бетін жауып, бөлме температурасына дейін суытып аламыз. Біздің қайнатпалы креміміз толықтай суыды. Енді тортты жинауға көшеміз. Тортымыз тезірек жұмсару үшін мен пропиткаға сүтті қолдандым. Сүтімізді әр корждың үстіне щетканың көмегімен жағып шығамыз. Әр корждың үстіне 2-2,5 қасық крем жақтым. Міне тортымызды толықтай жинап алдық. Барлық жағына осылай кремді толықтай жағып шығамыз. Енді кезекте корждан қалған қалдықтарды осылай салафанға салып, оқтаудың көмегімен үгітіп алып, тортты әсемдейтін боламыз. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа бірнеше сағатқа салып қоямыз. Рецептерім ұнап жатса, сіздерге пайдалы болып жатсам, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің балды тортым тоңазытқышта 3 сағаттай тұрды. Міне қараңыздар, жұмсақ, ауызда еритін керемет болып шықты. Бұл бірінші рет істегеннен сәтті шығатын өте керемет рецепт. Сондықтан барлықтарыңызға үйде жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.